камера тапқан кезде дежурный прокурор ол жаңағыдай полицияға жібереді. Міне осындай борышкер кетіп баратыр, осындай көшеде квартирасына кіріп баратқан жерінен камера түсірді. Бұл көрдік, күніне сол жерде 2-3 рет сол подъездге кіріп жүреді екен. Демек сонда тұрады. Демек сонда тұрады. Жаңағы әуежайлар, сондар, сонда да идентификация жүргізіле ме? Сол туралы айтыңызшы. Домофон даже бар. Қалай? Содан кейін бұл 4500 адамның ішінде бәрі бет жұмыс жүрген кісілер емес. Біразында жұмысы бар, бірақ айлығын там өзінің атынан алмайтын, немесе бизнестері бар, бірақ көмектеспейтін азаматтар бар. Бекболат Серікұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Енді бұл біздің Әділет министрлігінің сұхбат алаңы. Алғашқы біздің санымыз, сіз біздің бірінші қонағымыз. Керемет. Өзіңіз көріп отырсыз, журналистерде көп хабарласып сұрап жатыр, соңғы кездері әлеуметтік желіде де, мына ақпараттық агенттіктерде де кешелі бері қазақстандық қарызы бар азаматтар видеокамералар, бейнебақылау камералары арқылы анықталады. Содан кейін қарызы төлеуге міндеттеледі деп жатырмыз. Жалпы ол қаншалықты күшіне еніп кетті, қандай нәтиже күтіп отырсыздар? Нәтиже күтіп жатқанда біз осы іске қосылғалы бері 4500 бізде борышкер бар етін. Бұлар төлемей. Проблемалық, е? Проблемалық таппай жүрген кісілер ғой. Жаңағы біздің судебный исполнительдер үйіне барады, жұмысына барады, жоқ та, жалпы жұмыстары да жоқ, үйлері, адрестері жоқ, сөйтіп таппай жүрген кісілер. Енді оның арасында көбісі алиментчиктер бар. Мысалы, сол әйелдер бізге жазып келіп, міне қосымша болды, 1 жыл болды төлемейді, бала-шаға бар, қарамайды деп. Бұл енді біздің басқа мақсатымыз бен жобамыз. Себебі әлеуметтік нәрсе, әр баланың көмектесу тиіс болу керек, әке болған соң. Сол себептен біз жаңағыдай жаңа технологияларды қолданып не істейміз деген сияқты көп сұрақтар туындады. Жасанды интеллект. Жасанды интеллект, әрине. Соны енді осылай прокуратурада осындай цифрлық бақылау бар екен, осындай жүйе бар екен, камера арқылы өтіп баратқан кісілерді тауып жатыр екен деп естідік. Сол енді генеральный прокуратурамен бірге соны осындай жұмысты бастайық деп келдік. Оларға рахмет, ол кісілерге. Сонда Бекболат Серікұлы, былай 3 мемлекеттік орган ғой, Әділет министрлігі, бас прокуратура, содан кейін республикалық жеке сот орындаушылар палатасы. Қайсының қандай рөлі бар? Мысалы, прокуратура бақылау жағы, а біз Әділет министрлігіне, жеке сот орындаушылар не? Енді бұл біздің проблема ғой. Иә. Біздің проблема, сот орындаушылардың проблемасы, бас прокуратураға біз осындай ұсыныспен шықтық. Біздің осылай 4500 проблемалық борышкерлер бар, табамадық оларды. Және де бұл жерде бас прокуратурадан басқа МВД бар. Ішкі істер министрлігі көмектеседі, себебі камера тапқан кезде дежурный прокурор ол жаңағыдай полицияға жібереді. Міне осындай борышкер кетіп баратыр, осындай көшеде жақын жерде кетіп баратқан патрульдық полиция сол жерге шығып ұстайды. Енді сол 4500-дің ішінде 2,5-ын біз сразу ұстап алдық. Көрдіңіз бе? Ол деген әдемі цифра. Бүкіл Қазақстан бойынша істеп тұр ма сонда? Бүкіл Қазақстан бойынша прокуратурада осындай жүйе бар. Бірақ енді қазақстандықтарға түсіндіре кетейік, енді бұл біріншіден түсінуімізше бүкіл қазақстандықтардың басына төніп тұрған бір бақылау емес, және де енді әртүрлі жағдай болады ғой. Мысалы, менде, сізде көлік жүргіземіз, айыппұл алып қалуымыз мүмкін, қарыз болып қалуымыз мүмкін, білмей қалуымыз мүмкін. Сондай жағдайда біз бірден бейнебақылауға түсіп, ұсталып кете береміз бе? Жоқ, бұл жерде түсіну керек. Бұл ең соңғы қолданатын нәрсеміз ғой. Шара. Себебі біріншіден біз сот орындаушылар болсын, Әділет министрлігі болсын, жаңа қаладағы Әділет департаменттері болсын, біріншіден біз олармен сөйлесеміз, көмектесеміз. Міне жұмысым жоқ, осындай бір қиын жағдайда жүрмін десе, әкімшіліктермен бірге біз жұмыс ярмаркаларын жасауға, жәрмеңке өткіземіз. Ол енді айына 1 рет, 2-3 айда 1 рет сондай жәрмеңкелер өтеді. Жұмысын тауып береміз. Бұл 4500 адам
бір жылдан аса жоқ болып кеткен кісілер ғой. Яғни ұялы телефондарын көтермейді, адрестерінде тұрмайды, кәдімгідей қашып жүрген азаматтар. Проблемалық борышкерлер. Иә. Оны міне сіз бір күн, бір ай, 2 ай төлемедіңіз, болды, сізді осылай цифрлық немен іздейміз деген ондай мәселе жоқ. Иә. Ол жаңағыдай проблемалық, бір жылдан аса осылай қашып жүріп, мүлдем анау семьясымен хабарда жоқ, балаларымен кездеспейді, ешқандай көмек бермейді деген сияқты сондай борышкерлер. Сол себептен бізде мынау өзіміздің азаматтардың уайымдайтын ештеңкесі жоқ. Керісінше біз осы семья, отбасы деген сияқты басты нәрселерге көңіл аударып жатқанымыз, және де бұл ақпаратты мысалы біз қайдан алдық? Не үшін бұл проблема біздің ойымызда жүрді? Себебі бұл азаматтарымыз, өзіңіз білесіз, бізге көбінесе келетін, жазатын, өтініш арқылы мінекей осында жүр. Содан кейін бұл 4500 адамның ішінде бәрі бүйтіп жұмыс жүрген кісілер емес. Біразында жұмысы бар, бірақ айлығын там өзінің атынан алмайтын, немесе бизнестері бар, бірақ көмектеспейтін азаматтар бар. Өз атында түк жоқ. Өзінің атында түк жоқ. Сол себепте біз егер бұл жерде көрдіңіз, бірінші рет біз ұстаған кезде түсініктеме аламыз. Міне бөлмеген шығарсыз, көрмеген шығарсыз. Сізді сот орындаушы іздеп жүр, барып сол кісімен хабарласып, қарызыңызды төлеп тастаңыз. Жаңағы 4500 адамды тіпті бейнебақылау камерасы арқылы анықтап ұстаған жағдайдың өзінде бірден қамап жібермейді. Жоқ. Біздің мақсат сол қарызын төлеу ғой. Иә. Мемлекеттің алдында емес, өзінің отбасының алдында. Енді біз біріншіден түсініктеме аламыз. Толықтай сот орындаушы номерін беріп, полиция қызметкерлері толық ақпаратты береді ол азаматқа. Егер де жоқ, сонда да төлемесе, екінші рет ұстаған кезде ол жерде уже 5 суткаға дейін қамалады, немесе Әкімшілік штраф болады. Түсінікті. Жаңа осыған байланысты сұрай кетейін дегем. Біз тек бейнебақылау камералары арқылы ғана анықтамайды ғой, иә? Бұл бірлескен жобада жаңағы әуежайлар, сондар, сонда да идентификация жүргізіле ме? Сол туралы айтыңызшы. Домофон даже бар. Қалай? Көрдік, мысалы Алматы, Астана қалаларында үлкен жаңа үйлердің көбінесе сол өзі бір-екі ақ фирма екен, сол камераларды қосатын. Интеграцияланған. Сол компаниялармен интеграция жасап, бізден нақты осы прокуратураға, бас прокуратураға барған кезде нақты кейсін көрсетті. Бұл жерде, яғни біздің азаматтарымыз сол борышкерлер квартирасына кіріп баратқан жерінен камера түсірді. Бұл көрдік, күніне сол жерде 2-3 рет сол подъездге кіріп жүреді екен. Демек сонда тұрады. Тек қана бүйтіп тұрған камералар ғана емес, бұл жерде толық ол мемлекетіміздің үлкен жобасы ғой. Иә. Жаңағыдай қылмыстық болмасын, бұның басты мақсаты біз осылай қаланың ішіне қорқпай жүретіндей. Мысалы, Англияны алатын болсан, сол жерде мүлдем кішкентай ұрлықтар жоқ. Ештеңке ұрланбайды. Себебі ұрлай ма? Ол мысалы сол 5 минут, 10 минут ішінде оны басқа жерден табылады. Біз тура соған келуіміз керек негізі. Басты сол оны алатқан нәрсе біздің әріптестеріміз, міне прокуратура болсын, ішкі істер министрлігі болсын, сол әкімдіктермен бірге әр қалада осындай камераларды қойып жатыр. Неше құрым көп болса, сол құрым жақсы. Себебі бұл қауіпсіздік. Қарапайым халыққа жаңағыдай ем қорқпай жүру сол жақсы нәрсе емес па? Иә. Енді нақты айта кетіңізші, қашаннан бастап бұл жұмыс істеп тұр? Және бұл пилотный проект па? Жоқ әлде енгізілді ме? Жоқ, пилотный емес. Толық біз 3 мемлекеттік орган сол қол қойып, кәдімгідей пилоттық жоба емес, кәдімгі приказға қол қойып, осылай жұмыс істейміз, осылай табамыз деп шештік, болды. Қашаннан бастап істеп тұр бұл? Бұл енді осы 25-те бастадық. Иә. 2-3 ай бойы жұмыс істеп жатырмыз. Сол көрдіңіз бе, 2-3 айдың ішінің өзінде осылай 40% тауып алдық бірден. Жаңағы 4,5 мың адамның ішінің 40% ұсталды, иә? Нақты статистика бар ма? Өндірілген істер? 2000 ғой. 2000-ы төледі қарыздарын? Төлеген білмеймін, бірақ қазір хабарда. Алдағым кеп тұрған жоқ. 4,5 ішінде 2000 тапты. Енді сот орындаушымен, семьясымен хабарда. Яғни
төлемесе де, бірақ мысалы міне ертең төлеймін, бір аптадан кейін айлығымды алам беремін деген сияқты уже қашып жүрген жоқ та. Болды, мен қашпаймын, міне мен осындамын, ұялы телефоным жаңа номері мынау, осыншада беремін, осындай уақытта беремін деген сияқты бір келісімдер бар да енді. Келісім бар. Бізге енді басқа ештеңе керек те емес. Яғни бізге шағым түспей болды, мынау семьясымен хабарда десе болды. Біз үшін сұрақ шешілді. 4,5 мың болды, 2 мыңын таптық, 2 мыңмен уже проблема жоқ. Енді 2,5 мың табу керек. Негізінен бұл сонда тек алименттік қарызы бар адамдарды іздеуге арналған жоба ма, жоқ әлде басқа да берешегі бар борышкерлер осымен анықтала ма? Жоқ, кез келген 4,5 мың ішінде ол тек қана алименттер емес, ол басқа да проблемалық борышкерлердің. Яғни сот шешімін орындамай жүрген сондай, тағы да осы сияқты қарызды қайтаруға арналған жобалар жасайсыздар ма? Жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен, басқа да, жоқ әлде осы біздің қарызды қайтаруға осы жоба жеткілікті ма? Жоқ, көреміз ғой, қазір көрдіңіз ба? Нәтижесін, Нәтижесін көреміз. 4,5 мың ішінде 2 мың таптық, қандай көмек болады, қалай жұмыс жасайтынын көреміз. Егер сол проблема шешілетін болса, әрине, яғни істейтін жүйе проблема шешілді деп қоя саламыз. Егер жоқ, мынаның ішінде 2 мыңнан таппай жүрік, оларға тағы басқа нәрселер шаралар керек, жаңа технологиялар болсын, жасанды интеллект болсын, көрдіңіз ба, кез келген проблеманы осылай цифрлық технологиялармен шешуге болады. Біз мысалы бұл жобаға ақша да құртқан жоқпыз. Тек қана келісумен. Осыны сұрау керек еді, иә? Себебі бұл жұмыс істеп тұрған жоба ғой. Тек интеграцияланды базалар, иә? Иә, біз борышкерлерімізді бердік, суреттерін бердік, тауып бере салды бізге, көрдіңіз ба? Бұл жерде тек қана сол басқа мемлекеттік органдармен тіл табысып жұмыс істеудің арқасы. Яғни біз өзіміздің андай цифрлық бақылау жүйесін миллиардтан ақша бөліп істеген жоқпыз. Дайын жобаға кірдік, интеграция жасадық, суреттерін жіберіп, бізге міне полиция қызметкерлері ұстап бере салды. 2 мың адам тауып бере салды, көрдіңіз ба? Рахмет уақыт бөлгеніңізге. Сізге рахмет, дайынбыз. Енді бұл бізде тұрақты түрде жүргізіп отырсақ деген ойымыз бар. Басқа да тақырыптар бойынша бізге келіп тұрсаңыз. Пожалуйста. Жақсы, рахмет көп.